Сәлем, менің есімім Рахат, мен стади контентке көшпекшімін. Сәлем, менің есімім Рахат, мен стади контентке көшпекшімін. Яғни ұбт-ға дайындығымды сіздермен бірге бөліспекшімін. Қазір мен 11-ші сынып оқимын, жасым 16-да. Таңдау пәнім физика және де математика. Бүгін 2 қыркүйек. Кеше бізде тәрбие сағаты болды, 11-де сабақ басталды. Жаңа мен сабақтан келдім, сабақ 3-терде ма бітті, 2:30-да ма 3-те ма бітті. Енді қазір план жасайтын боламын, қандай күндері қандай заттарды орындайтынымды. Кеше чек-лист шығарып алдым. Кони стади деген осы 2021 жылғы түлектің, яғни ол да осы стади контентте негізі. Сол стади контент ұбт-ға дайындығын барлығын көрсеткен. Енді мен де өзімнің видеоларымды тастап кетпес үшін осы ұбт-ға дайындығымды, нөлден бастап дайындығымды сіздермен бірге бөлісіп, мүмкін келесі түлектерге немесе осы мен сияқтыларға, мен сияқты нөлден бастап жатқандарға пайдасы тиер. Солай осы контент сіздерге ұнайды деген ойдамын, яғни осы жанр, осы контент көп бір ай видео шықпағаны көрініп тұр, уже дұрыс сөйлей алмай тұрмын. Бастайық. Прямой эфирді қарап болдым, яғни жартысына келдім, жартысы есеп шығару. Так, өзіме 2 бет керекті ақпараттар жазып алдым. Пайдалы ақпараттар көп, әрі тегін. 2 күннен бір күн өтті, бүгін 3 қыркүйек, сағат 4-тен 25 кетті. Қазір мен математикада вебинар қарамақшымын. Математиканың фундаменті не жатады жайлы уже қазір бастайтын боламын. Кеше физиканы қарасам, бүгін математиканы. Осылай өзіме керекті пәндердің базаларының не жатады екенін біліп алсам, солар жайлы уже ақпараттарды қарайтын боламын. Бүгін мысалы понедельник күні 2 пәнге оларға базасы не жатады, соларды біліп алсам, осылай өзіме жоспар құрып алатын боламын. Айтпақшы, мен осы 2 пәнді нөлден бастамақшымын. Себебі кейбіреулерді ұмытып қалдым, кейбіреулерін мүлде білмеймін. Сондықтан да нөлден бастаған маған ыңғайлырақ. Және де мен физика математикадан ақпараттық технологияны таңдап отырмын. Бұйырса СУ университеті деп отырмын. Алла қаласа сол өнерге түссем, сіздерге барлығын көрсетемін. Ал ендеше дайындығымызды тағы да сіздермен бірге бөлісейін. Айқын бейнет таңым-ай, ақ маңдай арманым, айдындай аяулым. Айқын бейнет таңым-ай, ақ маңдай арманым, айдындай. Өздеріңнен дүние сырлар оғамын, өзіңмен жүрегім. Сәлем, бүгін 5 қыркүйек. Қазір мен дәреже бойынша сабақты қарап жатырмын. Бүгін жексенбі, сағат 1-де болып қалды. Дәреже бойынша Марқұлан ағайдың Мегамас каналында Марқұлан ағайдың дәреже бойынша 1-ші видеосын қарадым. Енді 2-ші видеосын қарамақшымын. Негізі физиканы үйрену үшін, нөлден бастап үйрену үшін математиканың базасын білу қажет екен. Ол 1-ші бөлшек, 2-шісі дәреже. Осы екеуін жақсы деңгейде меңгерсең, физиканың есептері саған шығарғанда оңай болады. Сенің уақытыңды үнемдейсің, және де тез шығаратын боласың. Осы екеуін жақсы деңгейде үйреніп алу қазіргі менің мақсатым. Қазір енді бастайтын боламын. Өзіме 1 бетті қылып, керекті мағлұматты жазып алдым. 1 бетті конспект қылып, манағы 1-ші бөліммен. Қалай құрылғанын және болашақта аптаны қорытындылай келе, осы аптада мен
физика мен тарихты 7 сыныптан бастамақшымын, плюс тағы да Қазақстан тарихтан жұбаныш кітабымен таңдалмақшымын, яғни тесттерді жаттап. Ал математикаға келетін болсақ, математиканы мен бүгіннен бастап уже 5 сыныптан бастадым. Бүгін 7 қыркүйек, бірінші натурал сандар деген тақырыптан бастадым. Осылайша өзімнің барлық жинаған заттардың барлығын сіздермен бірге бөлісетін боламын. Сондықтан да кейде егер де видео қысқа болып қалса немесе түсініксіз болып жатса ренжімеңіздер. Осындай стади форматындағы видеомен де бірінші рет болып тұрғандықтан қиынға соғып жатыр. Бұл влог сияқты емес, стади формат болғасын көбінесе оқудағы процестің барлығын көрсету қажет екен. Келесі видеода көріскенше, сізбен болған мен Рахат. Егерде барлық арманыма деген, мақсатыма деген жолдың барлығын саған көрсететін боламын. Бірге дайындалып, ОБТ-дан жоғары баллы грантқа түсейік, қалаған мамандығымызға, қалаған универімізге грантқа түсейік. Ассалаумағалейкум, қазақ елі.